құрметті достар, жаңа ғана өздеріңіз естіген, бұл бізде Ирина Кайратовнаның 5К, яғни 5К әнінің ішіндегі домбыра ойналған жері, сол әнін үйренетін боламыз. Сол бөлімін достар міндетті түрде лайк басып, подписка жасап кетіңіздер, және де келесі қандай ән немесе күйге видео сабақ көргілеріңіз келеді, астында комментарияға жазып кетіңіздер міндетті түрде. Және де достар, бізде сандық ноталар жинағы, бізде ішіне әндер, күйлер қосылып жатыр тағы да. Егер соны алғыларыңыз келсе, төмендегі номерге хабарлассаңыздар, WhatsApp-қа жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. Ендеше біз видео урогымызды бастайық. Ең бірінші бізде ол 5-те 7. 5-те 7, үстінде 7, астында 5 ұстаймыз. Төмен жоғары қағыз. Төмен және 7-те 7-ге ауысамыз, жоғары. Келесі 9-да 7, төмен жоғары. Және осы жерде 3 қағыз қағамыз. Төмен, төмен жоғары. Келесі бізде, енді осы жерде бізде триол деген қағыздың түрі бар. Ол бізде төмен және төмен қағыз қағамыз, және жоғары, жоғары. Яғни бас бармақпен және бірінші саусақпен іліп аламыз. Осы қағызды қолданамыз. Триол деген жерде осы қағызды қолданамыз. Яғни осы жерде біз триол тартамыз. Келесі төмен жоғары және тағы да төмен төмен жоғары. Осы екі тактын қосып көрейік. Музыка шығып жатыр, достар, сіздер де өздеріңізді тыңдап отырсаңыздар болады. Және де домбыраның бірінші құлағын дұрыстап алуды ұмытпаңыздар. Оған арнайы бізде видео сабақ бар. Тоже астында сілтеме тұр. Сонымен өтіп көрсеңіздер болады. Бірінші домбыраның құлағын турламасаңыздар, сіздерде әдемі әуен, сіздер қалаған әуен шықпауы мүмкін. Сол үшін бірінші міндетті түрде домбыра құлағын күйге келтіріп алсаңыздар. Астындағы сілтемемен өтіп видео сабақты көріңіздер. Кеттік. Біз екі тактын тарттық. Келесі бізде 7-те 7, төмен, жоғары, 9-да 7, жоғары, төмен, жоғары. Және тағы да осы 9-да 7 тұр. 3 қағыз қағамыз, төмен, төмен, жоғары. Келесі бізде дәне осы жерде тұр. Тағы да триол қағызын ойнаймыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары, және төмен, төмен, және 7-те 7-ге жоғары қағамыз. Осы 3-ші, 4-ші тактілерін ойнайық. Келесі бізде 5-ші тактымыз, ол 9-да 7 ұстап тұрамыз. Төмен және 10-да 7-ге жоғары тартамыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. 4 қағыз қақтық. Енді келесі осы 10-да 7-де тұрып, төмен, төмен, жоғары. Және осы жерде тұрып, триол қағызын ойнаймыз. Төмен, жоғары, жоғары. Және төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. 10-да 7-де тұрып ойнаймыз. Осы екі тактыны. Бұл бізде 5 және 6-шы тактілер. Қайталайық. Келесі бізде 7 және 7-ші тактымызға келдік. Төмен және 7-те 7 жоғары. Осы жерде тұр. Төмен, жоғары. Тартамыз тағы да. Төмен, төмен, жоғары. Сонда 9-7 төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Және триол қағысы. Триол, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Бұның барлығы бізде мынау 7-те 7-де тұрып ойнаймыз. Яғни бұл бізде 7 және 8-ші қатарлар. Осы жерге дейін басынан бір тартып көрейік. Кетті. Келесі бізде 9-ші қатарды, 9-ші қатарды 3 рет қайталаймыз. Бірінші үйреніп алайық. 7-де 7, төмен, 5, жоғары, 7, 9, төмен, төмен, жоғары. 7 төмен,
5 жоғары, 7 төмен, 9 жоғары, және тағы да 3 қағыс. Төмен, төмен, жоғары. Осыны 3 рет қайталаймыз. Келесі енді бізде бұл жер енді қатты қиындық болмайды деп ойлаймын. Өйткені мынау саусағымызбен, барлық саусағымызбен мына шегін ең астынан бастап былай домбыраның шегін басып аламыз. Былай. Бізде осындай дауыс шығу керек. Енді пам пара пам 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 пам. Пам пара пам 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 пам. Осы қағысты ойнаймыз. Яғни төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Енді осыны тартамыз және де сонымен қатар мына қолымызды үстіге қарай сырғытамыз. Сонымен деген осындай дауыс шығады. Мына жақты былай ұстап аламыз. Былай қатты, үстіп осылай сырғытып үстіне өтеміз. Былай басып алсаңыздар да болады. Енді басынан бастап қосып көрейік. Бір қағыстың үстінде бұлайынан сырғытып қолымызды өтеміз. Достар, міндетті түрде лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.